Алматы облысы Ескелді ауданы Титов атындағы орта мектебінің биология пәні мұғалімі Ақтоқалова Жанара Ерлановна. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бірінші бүгін сабағымызды бастамай тұрып, ынтымақтастық ахуалын қалыптастырып алайық. Оқушылар, қане бір-бірімізбен қол алысып, амандасып, бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтайық. Жақсы. Ендеше сабағымызды жалғастырайық. Миға шабуыл әдісін пайдалана отырып, мына суреттерге қарайықшы, ағзалардың сыртқы келбетінің өзгеріске ұшырау себебін түсіндіріңіздер. Қандай суреттен өзгешеліктерді көріп тұрмыз, қандай ағзаларды көріп тұрмыз? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл суреттен байқап тұрғанымыздай, яғни организмдердің өзгеріске ұшырағандарын байқап тұрмыз. Иә, бұны бізде басқаша не деп атайды? Дұрыс айтасыңдар, мутация деп атайды. Яғни, бүгінгі сабағымыз міне осымен байланысты екен, иә? Хьюго де Фриздің мутация туралы теориясы, кенеттен және индукцияланған мутациялар, нүктелік, хромосомалық, геномдық және цитоплазмалық мутациялар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Хьюго де Фриздің мутация теориясын, мутагенез себептерін және мутация түрлерін зерттеу. Мутация дегеніміз не? Мутация дегеніміз организм генотипінің, яғни хромосомалар мен олардың құрамды бөліктері, гендердің өзгеруіне байланысты кездейсоқ пайда болатын тұқым қуалайтын өзгергіштік. Мутация деген терминді ең алғаш 1901 жылы Голландия ғалымы Хьюго де Фриз өзінің мутациялық теория деп аталатын еңбегінде қолданды. Ол есек шөптің белгілерінің қалыпты жағдайдан ауытқитындығын және бұл ауытқулардың тұқым қуалайтындығын байқады. Хьюго де Фриздің теориясы өз мәнін жойған жоқ. Мутацияның кенеттен пайда болатындығын, жаңадан пайда болған мутация формалардың тұрақты келетіндігін, мутациялардың сапалы өзгеріс болып саналатындығы, мутацияның өзі әртүрлі бағытта пайдалы да зиянды болатындығы, мутацияның жиілігі организмнің санына байланысты, бір рет болған мутацияның қайтадан қайталана алатындығы. Мутация сыртқы орта факторларының әсерінен пайда болады. Оларды мутагендер деп атайды. Мутагендердің өзі 3 түрлі болады. Біріншісі физикалық, ол радиоактивті, ультракүлгін, лазер сәулелері жатады. Химиялық мутагендер колхицин, никотин қышқылы тағы да сол секілді. Биологиялық мутагендер, бұлар зат алмасу процесі кезінде организмге тағам арқылы түсетін заттар. Мысалға алатын болсақ, сүйекте жинақталған стронций. Мутациялар организмде қандай жасушаларда пайда болғанына байланысты екіге бөлінеді. Генеративтік жыныс жасушаларында пайда болады, сомалық дене жасушаларында пайда болады. Мутациялық процесті табиғи жағдайда екіге бөлеміз, кенеттен пайда болатын немесе спонтанды мутациялар, репликация қатесінен болады. Қоршаған орта факторлары әсерінен табиғи жолмен пайда болады. Екіншісі индуцерлерге мутациялар бағытталып әсер етеді. Мутагендік факторлардың әсерінен жасанды жолмен пайда болады. Генотиптің өзгеру сипатына қарай мутациялар 4 түрге бөлінеді. Геномдық, хромосомалық, гендік және цитоплазмалық. Соның әрқайсына жеке-жеке тоқтала кетейік. Біріншісі гендік немесе нүктелік мутация деп ДНК молекуласының белгілі бір бөлігінде нуклеотидтердің қатар тізбегінің өзгеруін айтамыз. Мына жерде байқап тұрғанымыздай, міне ДНК тізбегіндегі нуклеотидтердің өзгеріске ұшырауы. Екіншісі хромосомалық мутация. Хромосомалық мутацияның өзі 4 түрге бөлінеді. Біріншісі делеция дейміз, бөліну, тапшылық. Хромосоманың қандай да болса, бір үлескісінің жоғалуы. Мысалға алайық, мына жерде қарайтын болсақ, балалар, делецияда міне, яғни қалыпты ДНК-дан, яғни олардың үзінділерінің, үлескілерінің тапшылығы көріп тұрмыз мына жерде. Арғарай дубликация үлескінің екеселенуі міне. Инверсия дейміз. Инверсиямыз, яғни орын ауыстыру, төңкерілу, үлескінің 180 градусқа төңкерілуі. Төртіншісі
Транслокация – сәйкес емес екі хромосомалар арасындағы үйлескілердің алмасуы. Геномдық мутация. Геномдық мутация – клеткадағы хромосомалар санының өзгеруі. Оның бірнеше түрі бар. Біріншісі полиплоидия, хромосома жиынтығының бірнеше еселеніп өсуі. Анеуплоидия, хромосома жиынтығының еселенбей өсуі. Гаплоидия, диплоидты екі еселенген хромосома жиынтығының кемуі. Цитоплазмалық мутация. Төртіншісі, бұл жасуша цитоплазмасында кездесетін плазмогендердің өзгеруіне байланысты болады. Цитоплазмалық мутацияда гендік және тағы да басқа мутациялар сияқты ұрпақтан ұрпаққа беріліп тұқым қуалайды. Мысалға, кейбір саңырауқұлақтарда тыныс алу кемістігі болатындығы анықталған. Зерттей келе ондай кемістік олардың митохондрияларында болатын геннің мутацияға ұшырауына байланысты екендігі анықталған. Осы сияқты пластидтер құрамына болатын геннің өзгеруіне байланысты хлорофильдік мутация пайда болады. Мына жерде байқайтын болсақ, жапырақтағы мутацияларды көріп тұрмыз. Ары қарай балалар тапсырма орындайық. Бүгінгі сабағымызға байланысты бейнені танып біл стратегиясын пайдалана отырып, берілген суреттер бойынша сөйлеуіміз керек. Ең бірінші суреттерде не бейнеленген, соны тауып аламыз, атауын анықтаймыз. Екіншісі, сол суреттерге анықтама береміз. Дескрипторлар. Жалпы негізі 3 балл, мутацияның түрлерін анықтайсыңдар және түрлеріне сипаттама береді. Жақсы, енді жауабын тыңдап көрейік. Жауабын гендік мутация және хромосомалық мутациялар екен. Екінші тапсырмамызға қарайық. Мутация түрлері мен мысалдары арасындағы сәйкестікті көрсетілер. Мына жерде бізде мутацияның негізгі 3 түрі көрсетілген: гендік мутация, хромосомалық мутация және геномдық мутация. Яғни осы мутацияларға олардың сәйкес түрлерін анықтауымыз керек. Өте жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Қане бұл орындаған тапсырмаларымызды тексеріп көрейік. Гендік мутациялар нуклеотидтер қатар тізбегінің өзгеруі. Организм үлкен өзгеріске ұшырайды, жаңа қасиеттерге ие болады. Ауыстыру. Хромосомалық мутация, делеция, дубликация, инверсия, транслокация. Геномдық мутация, анеуплоидия, полиплоидия және гаплоидия. Өте жақсы. Енді балалар, бізде функционалдық сауаттылыққа байланысты тапсырмаларымыз да бар. Сол тапсырмаларымызға көңіл аударайық. Міне 3-ші тапсырмаға қарайықшы. Клод нәрестені сөмкеден шығарып, оның нағыз ақымақ екенін көрді. Кішкентай байғұстың сол көзінде сүйел бар. Басы иығына кіріп кеткен. Омыртқасы бүгілген, кеудесі шығыңқы, аяғы қайрылған. Гюгоның Нотр-Дам соборы шығармасынан үзінді. Ары қарай тапсырманы тыңдаймыз. Романда суреттелген суреттерде қандай өзгергіштік көрсетілген? Мұндай табиғат қателерін түзетуге бола ма? Неліктен? Ойланып жауап береміз. Сұраққа еркін түрде толық жауап беруге болады. Жауабын тексеріп көрейік. Мутациялық өзгергіштік біріншіден, екіншіден табиғат қателерін түзету мүмкін емес, өйткені бұл жағдайда өзгеріс генотипке әсер етеді. Төртінші тапсырма. Өзгермеліктің қандай да бір түрін зерттеу керек деп елестетіңіздер. Оның мутациялы немесе модификациялы екенін анықтау үшін қандай тәжірибелер жүргізу керек? Дескрипторлар белгінің көрінісін анықтайды, жолдарын анықтап көрсетеді. Жақсы, жауабымызды тексеріп көрейік. Біріншіден, ұрпақтарды дұрыс бірдей егіз немесе вегетативті көбеюден алынған ұрпақ әртүрлі жағдайда орналастырып белгінің көрінісін қарастырайық.
Қоршаған ортаның әртүрлі жағдайларындағы мутациялар бір жолмен, модификация әртүрлі жолмен көрінеді. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Рефлексия, еркін микрофон әдісін пайдалана отырып, оқушылар бүгінгі сабақтың мақсатына жеткізген тапсырмалар орындауына қарай өз түсінгенін, пікірін, өз ойларымды айтайық, сабаққа қорытынды жасайық. Бүгінгі сабақта өзіңе не ұнады? Сабақтан қандай әсер алдыңдар? Жақсы. Енді балалар қарайықшы, жаңа әркім өзінің рефлексияда өзінің ойларын айтып жатып, бәрінің ойларына, орындаған тапсырмаларына келісемін. Және де толықтырғым келеді, келесі сабақта мутациялардың басқа да түрлеріне көңіл аударуға, иә? Сонымен қатар менің сұрағым бар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Жақсы. Ұнаса бүгінгі үй тапсырмасын жазып алайық. Параграф 77-78-ді оқу, екінші тапсырма. Оқулықтағы материалды пайдаланып, берілген кестені толтырамыз. Өзгергіштіктің түрлерін, типтерін, сонымен қатар болу себептерін. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.